Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл видеода біз не егеміз? Сарымсақ егеміз. Былайша айтқанда чеснок. Көп жағдайда чеснок жердің құнарын ап қояды деп жаңа екпей жатады. Чесноктың бағасы бүгін жаңа ұрыққа деп алып келдім. Местный чеснок екен, килограммы 1000 теңге. Мына жерде жалпы мен биогумусты електен өткізген кезде жаңа өтпей қалған жаңағыдай отход, мусор, сосын бірең сараң нелер бар, червяктың жаңағы майда-шүйда жаңағы червяктар бар, енді мейлі. Сосын тас-пас, майда-шүйда тас-пас жаңағыдай сондай нелер бар. Осыны мен осыған сарымсақ егейін деп жаңағы арбаға салып жатырмын, және тамның арқасына не істеп жатырмын, жайғастырып жатырмын. Қазір көретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қарап отырсақ, мынау трубам бойымен жасап, ені бір 70 сантиметр. Осылай ұзына бойы бір шамамен 7-8 метр болып қалады. Осылай бірінші салып шығамын. Сосын чесноктың тістерін жаңағыдай салып шығамын. Оң қалай дұрыс салу керектігін қазір осы видеода не істейміз, көретін боламыз. Міне мына чеснокты местный чеснок деп берді маған. Қытайскилер, ташкентскилер бар екен, бірақ оны алған жоқпын. Местный чеснок жақсы өседі деп ойладым. Және осыны не істейміз, барлық тістерін бөліп шығамыз осылай. Сосын енді осыны не істеймін, мен грядкаға салам, жаңағы белгілі арақашықтығын сақтап грядкаларға салып шығамын. Құдай қаласа сарымсақты егуді бастадым. Жалпы арасын оңға оң қып шамамен жасаймыз, және осылай сәл тығыңқырап, осылай көміп шығамыз. Сосын осылай құдай қаласа мол өнім болсын. Нәтижесімен сіздермен бөлісетін болам. Құдай қаласа көктемде жалпы осы сарымсақтар пісіп жетілген кезде. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарияға ойларыңызды жазыңыздар, каналымызға подписка жасаңыздар. Сау саламат болыңыздар.